Гүлжиханның басы ауырып, Налянмен бірге көлікке келеді. Апа, сіз отыра тұрыңыз, мен Беллюрге барып келейін. Налян Хайриді көріп екеуі сөйлеседі. Сіз Беллюрді апара аласыз ба? Я, әрине апарамын. Сізден таңертеңгі болған оқиға үшін кешірім сұрағым келеді. Налян: Беллюр, саған көп рахмет, сен болмасаң бұл істі істей алмас едім. Ли сені апарып тастайды. Хайри артқы есікті ашып берген кезде, мен алдына отырамын, ханшайым емеспін ғой дейді. Налян Гүлжиханға: менің жақсы танысым бар, мүмкін сізді дәрігерге апарармын. Гүлжихан: ендеше кеттік дейді. Селен әкесінің шешіміне Музоны директор қылған үшін ренжиді. Сен неге олай жасадың? Мен мұнда 20 жыл істедім. Бұл менің орным еді. Сен бұрыннан шешім қабылдапсың, бірақ ешкімге айтпадың. Селен, сен дұрыс түсінбедің. Музо әлгі қызға үйленбеу үшін, үйді тастап кетпеу үшін істедім. Әке, жетер енді, мен сенің бос сөздеріңнен, уәделеріңнен шаршадым. Менің тіпті Галип құрлы орным жоқ. Селен, не айтып тұрсың? Біздің басты мақсатымыз Музоны осы қалада қалдыру, отбасын сақтау. Музо Пираға үйленіп, Налян сияқты осы компанияға келіп алса не істейсің? Менің сонда осы компаниядан артық болғаным ба? Деп Селен қатты ашуланып кетіп қалады. Гүлжиханның басы ауырып, үйге кіріп кетеді. Налян Такодан: Хайри мырза келді ме дейді. Ол: жоқ, келмеді. Бір жағдай болды ма? Рафет әке Музоға өз орнын босатып берді. Бұл керемет шешім ғой. Ендеше мен Гүлжихан ханымға барып, одан хабар алып келейін. Налян Хайри мен Беллюрді уайымдап, Беллюрге хабарласады, бірақ ол телефонды көтермейді. Налян үйге кіріп, Хафиштен: апам қайда? Ол кетіп қалды. Ол үйге жалғыз кетті ме? Хафиш: мүмкін ол жалғыз қалғысы келген шығар. Налян: сендер менен еш нәрсе жасырып тұрған жоқсыңдар ма? Жоқ, еш нәрсе жасырып тұрған жоқпыз. Мен өз білген нәрсемнің барлығын айттым. Фарида Адилдің суретін қарап, біз жақында кездесеміз дейді. Налян Фаридаға хабарласады. Апа, сен Хафисасыз үйге кетіпсің ғой. Иә, менің кішігірім бір шаруаларым болды. Сіз айтқанда мен де сізбен бірге баратын едім ғой. Жоқ, сенің өзіңнің шаруаларың бар. Сіздің көңіл күйіңіз бүгін жақсы сияқты ғой. Налян: сенің көңіл күйің жақсы болса, менің де көңілім жақсы. Фарида суретке қарап дәріні ішпекші болады. Беллюр мен Хайри тамақтанып отырады. Беллюр: мына тағамның дәмі басқаша екен деп отырған кезде, Хайриге Налян хабарласады. Сізді мазалағаным үшін кешір, бірақ Беллюр телефонын көтермей жатыр. Сіздерде барлығы жақсы ма деп уайымдап қалдым. Бізде барлығы жақсы, тек ол дыбысын естімей қалыпты. Телефонды Беллюр алып, Хайри документтерді алуға кетті. Біз іздеген адам болмағаннан кейін біз екеуміз тамақтануды жөн көрдік. Сен бізді қызғанып отырмаған шығарсың? Жоға, не айтып тұрсың? Мен қызғанып отырған жоқпын, дейді Налян. Рафет мырза Галипке: менің заттарымды жина. Музоға кеңсесін дайындауымыз керек. Галип: біз сізді қимаймыз, сізсіз қалай жұмыс жасаймыз? Рафет: жоқ, мен мәңгілікке кеткелі жатқан жоқпын ғой, кетсем де қайта келіп тұрамын, дейді. Джавид Рафетке хабарласып: мен сен кел деген жерге келдім, сен қайдасың? Мен қазір барамын, дейді. Первин Рафетке хабарласып: Музо екеуі үйленетін болды, біз құда болатын болды. Гүлжиханмен танысатын уақыт келген сияқты. Рафет: жоқ, қазір уақытысы емес, деп тұтқаны қойып қояды. Первин ашуланып: мен енді сенің айтқаныңды істеймін, өз бетімше әрекет жасаймын, дейді. О, Рафет, бұл машинаны қайдан алғансың? Мен Седаттың барлық машиналарын саттым, тек осы машинадан басқасы. Отыр, кәне қыдырайық, дейді. Налян Беллюрге хабарласып: сендер тамақтанып болдыңдар ма, әлде сол жерде әлі отырсыңдар ма? Жоқ, Налян, біз тамақтанып болдық, бұл жай ғана тамақтану. Хайримен бұрыннан кездессек пе дегенбіз, соның сәті бүгін келді. Налян: солай ма, деп қызғанып қалады. Налян ханым, мен кешігіп қалдым, кешіріңіз. Қандай да бір жұмысыңыз бар ма еді? Налян: жоқ, ешқандай жұмысым жоқ, деп қызғанып кетіп қалады. Фарида қонақ үйге келіп, құпияға толы сандықты ашады. Хаттың сыртында Налянға деп жазылып тұрған болатын. Онда оның Сема апасының суреттері, естеліктер бар болатын. Налян ас үйде тамақ ішіп отырған кезде Хайри келіп: сіз маған ашуласыз ба, мен сізге бір нәрсе істедім ба? Налян: жоқ, мен сізге ашулы емеспін. Сіздер бірге тамақтанады деп ойламаппын. Хайри: біз Беллюрмен бос уақыт болған кезде бірге тамақтанамыз дегенбіз. Налян: керемет жоспар екен. Бірге тамақтанғандарыңыз дұрыс болыпты. Налян ханым, сіз өзіңізді бүгінгіден басқаша ұстап тұрсыз. Әңгімемізді доғарсақ қайтеді, мен кетейін. Сіз неге күліп тұрсыз? Мен жай сіздің сұлулығыңызға күліп тұрмын деген кезде, Налянға Фарида хабарласады. Апа, сіз әлі қайтпадыңыз ба? Жоқ, қайтқан жоқпын, сен одан да қонақ үйге кел. Мен саған қонақ үйдің адресін жіберемін. Апа, сіздің даусыңыз біртүрлі естіліп тұр ғой, бәрі жақсы ма? Фарида тұтқаны қойып қояды. Налян Хайриге: біздің қонақ үйге баруымыз керек, дейді. Фарида дәріні алып ішеді. Жақында бәрі бітеді. Жақында барлығынан құтыламын. Бұл күн де келді-ау деп ойланбастан дәріні ішіп қояды.
Первин Рафиттің үйіне келеді. Үйге кіріп қоңырауды басқанда, дүндеу жоқ болғаннан кейін Гүлжиханның өзі есікті ашады. Ашып қалса, сіз кімсіз? Сіз Гүлжихансыз ғой, мен Пираның анасымын. Біз жақында құда боламыз, жақыннан танысайық дегенім ғой. Джана қызына қарап отырған кезде оған дәрігер хабарласады. Қан сараптамасының нәтижесі пайда болды ма? Ешқандай мәселе жоқ па? Барлығы жақсы, уайымдамаңыз, тек сіздің қаныңызды тексергенде сіз жүкті болып шықтыңыз. Джана қатты таңғалып қалады. Налян мен Хайри қонақ үйге келеді. Налян есікті қанша қақса да Фарида ашпайды. Бір кезде Фарида есікті ашып, апа, сіз неге ұзақ уақыт есікті ашпадыңыз, бәрі жақсы ма? Налян, мен саған барлығын айтамын. Жылдар бойы жасырған құпиямды. Сен бұны менен естуге тиіссің. Мен не істесем де барлығын сені қорғау үшін істедім. Менің жүрегім әр түн сайын, күн сайын жараланатын. Сен үшін жеңіл болсын деп. Мен жылдар бойы үндемей келдім. Енді соның соңғы сағаттары қалған сияқты. Налян, ары қарай айтыңыз, мен сізді тыңдап тұрмын. Кешір, Налян. Сема сенің әпкең емес, сенің туған анаң. Налян, менің анам ба? Бұл қандай әзіл өзі? Ол сені туамын деп қайтыс болды. Бұның бәрін сенің бақытты болсын деп жасадым. Сенің күлкіңді сақтау үшін. Налян, мен ешнәрсе түсінбедім. Бұл мүмкін емес. Менен бұны қалай жасырып көзіме қарап келдің? Жылдар бойы көзіме қарап алдап келдің бе? Енді түсінікті болды сен мені жақсы көрмегенің. Күнде өзіме сұрақ қоятынмын, неге жақсы көрмейді деп. Басқа балалар сияқты ананың махаббатын көрмедім. Сенің махаббатыңды ешқашан сезінбедім. Ал әкем болса, қалайша? Маған енді жақындама. Менің басты кінәм демек дүниеге келгенім бе? Деп Налян қатты жылап шығып кетіп қалады. Артынан Фарида да жылап қала береді. Хайри Налянға жаныңыз тынышталатын жерге апарайын ба? Налян, сіз барлығын естідіңіз ғой. Мені апарғыңыз келген жаққа апара беріңіз. Жалғыз қалсам болды дейді. Первин кофе ішіп Гүлжиханның қатты ашуына тиеді. Первин Гүлжиханға, сіздің менімен сөйлескіңіз келмей тұрған сияқты ғой. Мен келгелі еш нәрсе айтқан жоқсыз. Гүлжихан Первинге, біз тек шақыртусыз келген қонақтарды ұнатпаймыз. Первин, бірақ балаларымыз сонда да үйленбекші. Сондықтан ертеме кешпе кездесетін едік. Рафит соңғы кездері босамай кетті. Ол бұл кездесуді ұйымдастырмағаннан кейін мен өзім келдім. Гүлжихан, қызыңыз өзіңізге ұқсайды екен. Оны кім тәрбиеледі екен десем, сіз екенсіз ғой. Міне Рафит те келді. Рафит, көргеніме қуаныштымын, Первин. Әй, Тако, бізге шай әкел. Мен сендерді таныстырамын деген едім, бірақ үлгермеппін. Біз Пирамен бірге көйлек қараймыз. Джана айнаға қарап өзінің ішін сипап қызық көрінеді екен дейді. Дәрігеріне хабарласып, бос уақытыңызда жазылайын деген едім дейді. Налян өткендерін есіне түсіріп отырады. Апасының айтқан сөздері. Налян Хайриге, барлық өтіріктер менің көз алдымнан өтіппін. Ал мен бұл соны байқамаппын. Соқыр адам сияқты жүріппін. Әкем маған шындықты айтқысы келген екен. Өлмей тұрып айтпақшы болды. Білесің бе, апам мен ешқашан жақсы көрген жоқ. Хайри Налянға, мүмкін бұл сөздерім сізге ұнамайтын шығар. Бірақ анаңызға да өз қызын жоғалтқан оңай тиген жоқ. Ол әр кезде сізге қараған сайын қызын есіне алып отырды. Бұл екеумізге де ауыр тимейтін